Сәлем баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмі ерекше болып шығатын банан қосылған пирог пісіретін боламыз. Ешқандай чизкейктен аз емес, үй жағдайында оңай жасалынады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Менің арнамда өте оңай қазақша рецепттер бар. Кіріп көрсеңіздер болады. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Қамырына бір жұмыртқаға қантты салып, венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Қанты бізде кішкене еріп кетуі керек. Осылай жақсылап араластырғаннан кейін үстіне бөлме температурасында жұмсап тұрған сармайды саламыз. Сармай бізде дәл осы видеодағыдай жұмсақ болуы керек. Сосын бізде сармаймыз 72% болғаны жақсы, сонда біздің пирогымыздың қамыры өте үгітілмелі болып шығады. Кішкене осылай араластырамыз, сосын үстіне ұнды қосамыз. Үстіне қопсытқышты саламыз. Сосын қолымызбен жақсылап араластырып, қамыр илеп аламыз. Қамыр бізде жұп-жұмсақ, қолға жабыспайтын, өте жұмыс істеуге ыңғайлы қамыр болып шығады. Қамырды пакетке орап, тоңазытқышқа жарты сағатқа қалдырамыз. Міне қараңыздар, осындай жұмсақ қамыр дайын болады. Жарты сағат тоңазытқышта тұрған қамырымызды енді формаға салып жайып аламыз. Форма менде 26 сантиметр дегі форма. Сіздер 24, 26, 28 диаметрлі формаға да жасасаңыздар болады. Қолымызбен бір тегісетіп, осылай бортиктарын шығарып жайып аламыз. Шаншқымен барлық жерін жақсылап тесіп аламыз. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына бізге 2 жұмсақ жақсы піскен банан қажет болады. Оны осындай погружной блендермен езіп аламыз. Жақсылап езіп алғаннан кейін үстіне 2 жұмыртқаны саламыз. Қантты қосамыз. Үстіне қаймақ саламыз. Қаймақ кез келген дүкеннің қаймағы жарайды. Оның үстіне сүзбелі ірімшікті қосамыз. Менде сүзбелі ірімшік болған үшін қостым. Негізі творог қосып жасасаңыздар да өте дәмді болып шығады. Үстіне 1,5 ас қасығында жүгері крахмалын саламыз. Сосын ванильді қант қосамыз. Енді барлығын жақсылап блендермен езіп бір келкі масса дайындап аламыз. Ешқандай комоктары қалмау керек, барлығы жақсылап бір тегіс араласып кетуі керек. Барлық заттардың мөлшерін видеоның астына жазып қалдыратын боламын, сол жерден көрсеңіздер болады. Енді жайып алған қамырдың үстіне салмамызды саламыз. Осы кезде біздің пешіміз 180 градуста қызып тұрған болуы керек. Салмасын салғаннан кейін кішкене ұрғылап ішіндегі ауасын шығарамыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 35-40 минут уақытта осылай шеттері қамыр қызарып шыққанша пісіріп алатын боламыз. Әркімнің пеші арқылай өздеріңіз қарайсыздар, осылай кішкене қызарғанда аламыз. Енді біздің пирогымыздың ортасы жұмсақ болып тұрады. Толықтай суығанша осы формасында қалдырамыз. Сосын тоңазытқышқа 5-6 сағатқа не болмаса бір түнге қалдырамыз. Сонда пирогымыздың ортасы қатайып, кесуге өте ыңғайлы болады. Қараңыздар, пирогымыздың ортасы қалай болып шықты? Өте дәмді, өте нәзік болып шығады. Бананның дәмі ерекше болып шығып тұрады. Сіздер де жасап көріңіздер. Жасалу өте оңай, өте дәмді пирог болып шығады. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар.